Қазақ тілі 2 сынып. Тақырыбы етістік. Сабақты жүргізуші Алматы облысы Балқаш ауданы Бақтыораз Бейсекбаев атындағы мектеп-гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі Тәжікулова Бану Мейрамбекқызы. Сәлеметсіздер ме, балалар? Қане барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Суреттен не көріп отырсыздар? Иә, жақсы. Балалар немен айналысуда? Дұрыс айтасыздар. Балалар билеп жатыр, доп ойнап жатыр, шашын тарап тұр, сурет салып жатыр. Қандай іс-әрекеттер жасалуда? Жақсы, дұрыс айтасыздар. Билеу, ойнау, тарау, салу. Іс-әрекеттерге байланысты сөздерге қандай сұрақтар қоюға болады? Өте жақсы. Не істеді, қайтты, не қылды? Тағы қандай іс-әрекеттерге байланысты сөздерді білесіздер? Жақсы, рахмет, өте жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау, дара және күрделі етістікті анықтау. Осы оқу мақсаттарына жету үшін мынандай бағалау критерийлеріне жетуіміз керек. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Етістіктің түрлерін ажырату және сөйлеу барысында дұрыс қолдану. Етістік, заттың қимылын, амалын, жай-күйін білдіретін сөздер етістік деп аталатындығы. Құрметті оқушы, алдыңдағы оқулықта сен біліп шығуға арналған көптеген жұмыстар бар. Сенің оны орындай алатын білімің жеткілікті. Тек мұқият болуды ұмытпа. Етістік, заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, көп ойласаң дана боласың, көп ойнасаң бала боласың. Кітапханада кездескен екі баланың әңгімесін мұқият тыңдаңыз. Әңгіме не жайлы екеніне көңіл аударыңыз. Ассалаумағалейкум, Санат. Уағалейкумассалам. Қал қалай? Санат, сен етістік тақырыбын түсіндің бе? Иә, түсіндім. Бұл тақырып өте қиын емес қой? Кел, екеуміз мысалдар арқылы дәлелдеп түсінейік. Сен маған көмектесіп жібер. Жарайды, кел. Мысалы, екі жігіт ауылдан шығып, көл жағасына барды. Онда балық аулады, күнге қыздырынды. Сен айтқан осы мысалдарыңды шығып, барды, аулады, қыздырынды дегендер етістіктер болады. Иә, олар заттың қимылын, жай-күйін білдіріп тұр ғой. Иә. Қайтып, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Сонда қайтты, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, етістік болады екен ғой. Етістік жасалуына қарай негізгі түбір етістік және туынды түбір етістік болып екіге бөлінеді. Мысалмен айтшы. Кел, жүр, отыр, көр, бер, ал, айтты, жайды, алған бұлар негізгі түбір етістіктер болады. Енді түсіндім. Басқа сөз таптарынан сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған етістіктер туынды түбір немесе туынды етістіктер деп аталады. Мысалы, ойна, шегеледі, басқарса, күшейіп дегенде басқа сөз таптарына белгілі жұрнақтар жалғану арқылы туынды етістік болып тұр. Сонымен, заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табын етістік дейміз. Олар негізгі түбір етістік және туынды түбір етістік болып екіге бөлінеді. Иә,
Екеуміз де жақсы түсіндік. Рахмет саған. Жарайды, жақсы, сау бол. Сонымен, етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, көп ойласаң, дана боласың, көп ойнасаң, бала боласың. Етістік жасалуына қарай негізгі түбір етістік және туынды түбір етістік болып екіге бөлінеді. Мысалы, кел, жүр, отыр, көр, бер, ал, айтты, жайды, алған. Басқа сөз таптарынан сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған етістіктер туынды түбір немесе туынды етістіктер деп аталады. Мысалы, ойна, шегеледі, басқарса, күшейіп, тағы басқалар. Осы тақырып бойынша бізге берілген тапсырманы орындап көрейік. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша мәтін құра. Мәтін ішінен қимылды білдіріп тұрған сөздерді тап. Бұл тапсырма бойынша сіздер мынандай қадамдарды орындауларыңыз керек еді. Тірек сөздерді пайдалану, әңгімелеу мәтінін құрау, мәтін ішінен қимылды білдіретін сөздерді тауып, сұрақ қоя білу. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары бойынша біз мынандай бағалау критерийлеріне қол жеткіздік. Тірек сөздерін қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрастырдық. Құраған мәтініміз ішінен етістік таба біліп, сұрақтар қойдық. Бүгінгі сабақтан алған білімдерімізді өздеріңіз анықтап, алма ағашындағы алмаларды алу арқылы кері байланыс беріңіздер. Сабақты жақсы меңгердім десеңіздер, жасыл түсті, сенімсізбін десеңіздер, сары түсті, ал әлі көмек керек деген қажет балалар қызыл түсті таңдай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.